Flipgrid деген платформа туралы сөйлесемін. Бұл жерде сіздер студенттермен видео түріндегі тапсырмаларды орындасаңыздар болады. Мысалға, мен өз студенттеріммен 4 сыныпта неше түрлі тапсырмалар орындап жатырмын қазірше. Мысалға, мына жаққа келетін болсаңыздар, көресіздер, кәсіби ағылшын тілін үйренген студенттер бұл жерде бірінші өздерінің танысу видеоларын салды, екіншіден өздерінің бір тапсырмасын орындаған видеоларын салды. Жалпы қазірше 22 видео жиналыпты. Бұл 2 аптаның ішінде орындаған жұмыстары әлі толығымен бітпеген деп айтса да болады. Яғни мысалға бұл жерде аттары көрсетілген, сондықтан мен жаңа сіздерге видеоны ашып көрсетейін. Мынаны өз жерді тастасақ, керек емес деп. Окей. Яғни жаңа гридті ашатын болсақ, біріншіден add new gridті басасыз. Онан кейін мына жерде сіз сыныптың атын өзіңіз көрсетесіз. Мысалға, сіз айтақ биология пәнінен сабақ беретін болсаңыз, биологияда бірасы қарай сіз студенттеріңіздің қалай тіркелуге болатынын көрсетесіз нарықта. Егер де олар өздерінің почталарын қолданатын болса, мынаны басасыз, немесе өзіңіз сіз ID оларға жасап, оларға жеке жіберетін болсаңыз, осын таңдайсыз, немесе бүкіл адамға көрінетін сынып болатын болса, осын басасыз. Мынаны таңдап көрейік. Мен оны әлі жасап көрмегенмін. Көбінесе мен біріншісін таңдаймын, себебі менің университетімдегі студенттердің әрқайсының өзінің корпоративті пошталары бар. Ағарай көреген не болатын. Бұл жерде яғни аттарын жазып, студенттердің қоса беретін мысалға, Азамат, ID мысалға 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3 деп көрсететін болсақ кете береді ағарай. Осы сияқты кете береді. Студенттердің барлығын тізімін жасап, онан кейін соларды жібере аласыз. Енді сіздің сыныбыңыздың жеке осындай ссылкасы болады. Соны көшіріп студенттеріңізге жіберсеңіз болады. Сонда бағанағы өздерінің ID-лерін қолданып, осында кіре алатын болады. Енді сол бағанағы сыныптың ішіндегі көрінетін барлық нәрсе осы. Яғни сіз бұл жерде біріншіден қосымша мұғалім қоссаңыз болады. Аны басып, оны көрсетіп, осы жерге бағанағы мұғалімнің өзінің поштасын көрсетесіз. Яғни ол мұғалімде де әрине бірінші Flipgrid болу керек, сонда уже мына жерде ол кісіні шақыра аласыз. Екіншіден тағы не істесеңіз болады. Бұл жерде бұл дайындаған Flipgridіңізді тура осындай қылып көшіргіңіз келетін болса, осыны басып дубликат жасайсыз. Және де онан кейін notifications, бұл жерде яғни сіз өзіңізге қандай оповещение келетін таңдайсыз. Мысалға, апта сайын келетін деп белгілесеңіз, осыны басасыз, немесе күніге деп белгілейсіз. Update. Онан кейін енді не істеуге болады. Бұл жерде мысалға танысу ретінде студенттерге осыны салсаңыз болады. Бұл жерде бұл гридтің өзін сіз активны, немесе заморожены, немесе тығылған, яғни керек емес деп тығып қойсаңыз да болады. Кейінге көрсететін қылыпта. Онан кейін actions деген жерде сіз өзіңіздің жауабыңызды жазсаңыз болады. Осыны басып плюсты, немесе сіз қосымша қонақ көрсеткіңіз келетін болса, осыны басасыз. Енді мысалға мен өзімнің жауабымды жазғым келіп жатыр. Ол үшін мен мынаны басамын, record дегенді. Енді мені көріп тұрсыздар. Сәлем. Бұл жерде яғни неше түрлі стикерлерді қолдансаңыз болады, немесе тақтаны қолдансаңыз болады. Мысалға мына жерде осыны көрсетейік. Сәлем. Немесе мына жаққа жауабын студенттер өздері жаза алады. Hello everyone. Яғни студенттер өздерінің жауаптарын осылай текст ретінде де тапсырса болады. Өздерінің жауаптарын жазып, ағарай бір нәрсе деп, немесе мысалға видеода жазса болады осы жерде, осылай басып. Бәріне сәлем. Мынау видеоның ішінде сіздер жаттығудың жауаптарын табасыздар. Осылай көрсетіп, ағарай next деп салсаңыз. Бәріне сәлем. Мынау видеоның ішінде сіздер жаттығудың жауаптарын табасыздар. Яғни сіздер осылай. Бәріне сәлем. Яғни сіздер осылай бір нәрсе жазып, оны кейін жауабыңызды
осылай жасаңыз болады. Яғни егер де бір студенттер өздерінің түрлерін көрсеткісі келмейтін болса, осылай текст ретінде бір нәрсе жазып, ары қарай дауыстарын да жазып, жаттығуды орындаса болады. Енді бұл жерде өздеріңіз бетіне сол видеоның суретін салсаңыздар да болады. Осылай бір нәрсе саласыздар. Оны бітірелік қазір. Бұл жерде өзіңіздің атыңызды көрсетесіз, және де мысалға айтасыз биология оқулығының 20-шы бетіндегі 6-шы жаттығуды орындап, жауабын осында жауабын салыңдар. Жауабын сал. Ағарай видеоны тапсырып, бітіріп, осында шығарасыз. Мына жерге сіздерге қанша адам көргенін бәрін көрсетіп тұрады, қанша адам жауап бергенде көрсетеді. Мысалға студенттер өздерінің видеосын салатын болса, оларға сіз мына жерде жауап ретінде видеода жазып жіберсеңіз болады, немесе қысқаша бір текст жазып жіберсеңіз болады. Мысалға мынаны бассаңыз, мына жерде бәріне видеоның өзін көрсетеді, сипаттамасын көрсетеді. Онан кейін оған сіз баға қойсаңыз да болады мына жерде. Және де комментарийде жазсаңыз болады бір нәрсе деп. Онан кейін ол комментарийді сіз студентке поштасына жіберсеңіз де болады, немесе көшіріп басқа жаққа салсаңыз да болады. Сонысы өте ыңғайлы. Және де жаңа бұл тақырыпты біткеннен кейін бағана биология сыныбына барып, қайттан жаңа тақырып қоссаңыз болады мына жерде. Say hello емес, енді бұл жолы мысалға сіз бұл жерге жазсаңыз болады. Екінші юнит. Видеоның ұзақтығында сіз қаншалықты ұзақ болатын бәрін өзіңіз өзгерте аласыз. 15 секундтан 10 минутқа дейін жететін видео салса болады. Студенттер мына жерге өзіңіз сол бағанағы тапсырманың қандай болатынын жазып, түсіндіріп жазсаңыз болады. Және де ол жерде студенттер не істей алатынын көрсетесіз. Егер де оларға YouTube-тан видео, немесе Vimeo-дан басқа жақтан салуға болатын болса, оны ол жақтан көрсетесіз. Мына жерде жарайды brain деп несі жазайық, сонда Giphy-ге тауып береді. Мынаны таңдайтын болсақ. Now, fresh out of the boat деген сериалдағы бала сияқты. Яғни осыны көрсетіп, ағарай салсаңыз болады. Окей, жарайды. Hello, post your answers here to exercise 2 on page 5 here. Деп тақырыпты жазып салсаңыз болады. Мына Flipgrid-ның өзінің ссылкасы осылай болады. Оны көшіріп алып, студенттерге жіберсеңіз болады. Сонда олар бірден о жаққа кіріп тапсырмаларын орындайды. Енді олар осы жерге жауаптарын жазып салатын болады. Солай. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, маған видеоның астында жазыңыздар. Шама жазуды ұмытпаңыздар.